Құдайдың рөлін алып алдым ғой өзіме. Көп адамды орнында ұстап тұратын нәрсе именно осы шешім қабылдау процесі. Андай вау, получается, я крутая деген болмайды екен ол. Өсу үшін адамға бір определенный мотив керек. Мүмкіндіктерімді пайдаланбай жүрген сияқты болып сезілді менде. Өзекті проблема бізді фокустардан айыру. Былай екен ғой, иә. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бұл біздің каналдағы екінші қазақ тіліндегі подкаст. Толықтай қазақ тілінде болатын екінші подкаст. Бүгінгі біздің қонағымыз Сабиркин. Жалпы біздің подкасттың екінші сезонының бағыты ол қандай да бір қиыншылық болмасын, қандай да бір жағдай болмасын, ол жағдайдың шешімі бар. Ол жағдайдан шығатын есіктер бар. Соны иншалла біздің келген қонақтар арқылы, қонақтардың өмірінде болған бағанағы ситуациялар арқылы қалай шықты, не істеді деген сияқты бір определенный инструменттерді шығару, ол біздің бүгінгі мақсатымыз, подкастқа қойылған мақсатымыз осы. Ал енді Сабира ханым, қалайсыз, амансыз ба? Қайырлы күн, қайырлы күн. кеш, қайырлы таң деп сөйтсең. Барлығы жақсы, рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Ыңыз деп қалғанымшы. Бізде бәрі жақсы. Керемет, машалла. Ал кеттік. Бірінші ең басты сұрақ, жағдай қалай, жұмыс қалай болып жатыр, Сабико қалай болып жатыр? Бәрі керемет, шүкір Аллаға, жақсы, өз ретімен, өз бабымен. Әрине қиындықсыз болмайды. Өзінің бір поэтапный қиындықтар болады, бірақ ол қиындықтардың шешімі Аллаға шүкір табылып, жақсы қарқынды жүріп жатыр шаруаларымыз. Жалпы өмірде де бәрі Аллаға шүкір. Машалла, квиз қылып жүргенің сондай, тезте жауап бер. Сол жақсы деп тұрып кетіп қалсаң. Ал кеттік, ең басты сұрақтардың бірі. Бағана да айттым ғой, подкаст басталмай жатып, Сабиркинді қараған кезде, әрдайым сторисіне қарасаң, барлық нәрсе бір жеңіл, андай бір нанның үстіне май жағылған ұқсап, өмірі сөйтіп өтеді да. Бір қарасаң мектепке жіберіп жатады, бір қарасаң жұмысы жүріп жатады, мына жақта уже фургондар келіп жатады деген сияқты. Вот сол нәрсені негізі Алланың қалауымен болып жатқан нәрселер ғой, енді барлық нәрсе. И сол жерде артында адамдардың көрмей жатқан, болып жатқан қиыншылықтар в любом случае бар. Өткенде бір сторис салдың. Сендер білмейсіңдер, как это тяжело быть мамой, одновременно женой, одновременно бизнесменом деп ше. Я это прекрасно понимаю, мен постоянно бизнестермен жұмыс істеп жүргеннен кейін я понимаю, что это бір саланың өзі не деген адамның энергиясын алады, не деген адамның уақытысын алады, тем более когда ты только-только занимаешься бизнесом, только-только заходишь в бизнес, а это рынок уже достаточно давно освоенный рынок, и жалпы как вот этот процесс произошел, создание этого проекта? Осы проекттің шығу процесі не болып жатыр, қалай болып жатыр, жалпы стартап ретінде қалай жүріп жатыр, соны айтып жіберсең. Бұл проект негізі мен о бастан бір өзімнің бір ісіммен айналысқым келді. Негізі о бастан сондай бір мақсатым болды, кішігірім арманым болды десем де болады. Алмасқа, жігітіме әрдайым айтып жүретінмін, Алмас, бір нәрсе, бір ісіміз болса екен өзіміздің деп. Өзінің жұмысынан бөлек, Алмастың өзінің стоматологиялық жұмысынан бөлек, мен өзімнің бір ісім болғанын қалаймын деп. Өйткені мен мүмкіндіктерімді пайдаланбай жүрген сияқты болып сезілді менде. Сондай бір ішімде бір сезім отырды. Менде бір мүмкіндік бар, сол мүмкіндікті қолдануым керек сияқты болды. Енді ол жаңағыдай менің аудиториям болды. Сол аудиторияға пайдалы дүние шығарып, неге ұсынбасқа деген бір ой келді. Бірақ мен әлі шеше алмадым, білмедім қандай ол продукт болады. Өйткені біздің жалпы Қазақстандағы рынокта барлығы жеткілікті деп ойлаймын. Осынысымен де қызық қой. Бірақ маған келетін, жалпы менің образыма келетін, мен түсіне алатын бір продукт керек болды. Сол кезде как раз үшінші балам кішкентай болған кезде, ол уже өсті. Сол кезде ол идея маған келген негізі. Бірақ мен бастап кетем деп ойламадым, өйткені мен үшін ол әлі нереальный сияқты болып көрінді. Өйткені ол үлкен жоба, ол менің миыма сыймайтын үлкен жоба болып табылды да, өйткені көп ақшаны талап етеді, көп күшті талап етеді, және де мен ол моментте 3 баланың анасы ретінде физически үлгермеймін ау деген бір ой болды, морально да өте қиын деп. Одан кейін бірақ ойладым, негіз күшті болар еді деп, өйткені өзіме идеальный продукт таппадым. Ұнайды бір белгілі уақытқа дейін ұнады, одан кейін мен қалағандай болмады. Содан кейін бір уақытта біз Алмас екеуміз
сол уақытта бір 2-3 күн бұрын, бір 2 апта бұрын ба бәлкім сол ойым қайта келе берді маған почему-то. Қайта мен ойлап жүрдім соны. Білмеймін, бүйтіп кетіп бара жатамын да, и ойыма келеді, блин, соны қалай болады екен подгузник деген сияқты мимолетный мысли болады ғой. Ешқандай бір ары қарай алып кетпейтін, тек бүйтіп келіп ұшып кететін мыслилар, сондайлар келіп жүрді да. Содан кейін бір уақытта алмас екеуміз кетіп бара жаттық та. Неге көрмейміз дедім да. Көрейікші соны бастап. Бір қадамын жасайықшы, бір келетін сияқты бір өз мүмкіндіктер деп. Сосын Алмас негізі легкий подъем ғой негізі. Бірақ ол біраз кішкене қарсыласты. Бірақ қойшы, бизнесмен шықпайды бізден деп. Өйткені бір-екі рет бір бастаған істеріміз болмай, өзіміздің қателіктер болды, және де бір үлкен біліміміз жоқ болды ол салада. Сол үшін біз күйгеннен кейін қорқып қалдық, қайтып қалдық. Бірақ менде бір қайтпастық болды да. Көрейікші, бәрібір де көрейік, тағы да көрейік деп. Сөйтіп мен оны уговорила. Ол кісі келісті. Сөйтіп біз бастап кеттік. Негізі адам ниет еткен кезде мүмкіндіктердің қалай келіп қалғанын байқамай қалады екенсің. Мен үшін нереально болған дүние ше сол кезде. Қарап отырсам, қалай бір мүмкіндіктер келіп, бүйтіп келіп жан-жақтан жиналып, ох деп сөйтіп сразу бірден басталып кетті ше. Сонда мен тағы да көзім жеткен нәрсе, сенен ниет ету, арғысы Алладан болады екен. Өйткені біз нереально сияқты деп ойлаған кезде, оказывается, Алладан сомневаться еткенбіз. Оның күшінен сомневаться еткенбіз. Негізі Алланың күші шексіз ғой. Ол берем деген дүниені кез келген уақытта бере салады. Тек бізге сену ғана керек та. Бізден сенім, ниет, тәуекел болды. Сондай бір тәуекелмен бастап кеткендіктен бәрі оңай болды деп айтсам да болады. Былай қазір қарап отырсам, картинаны оңай болды. Моменте қиын, майда шүйде қиындықтар, бір арасында кішкене крупныйлау қиындықтар болды, бірақ жеңіл шешіліп отырды оның бәрі. Жеңіл бір рет келіп бүйтіп сол тығырықтардан шығып отырдық. Бірақ сол ситуацияның өзіне мен өте жеңіл қарап жүрдім. Өйткені осы уақытқа дейін ол бір опыт шығар деп ойлаймын. Талай күйдік, талай қиындық болып, қиындықтардан шығып, соңында көзің жетеді, бәрібір бір қиындықтың артында бір жеңілдік болады, бәрібір бір мәнісі болып шығып кетесің деп. Сол үшін менде кез келген қиындық болады, сол кезде бір расслабление болады ше менде. Болады бір мәнісі деп. Күйеуім бар, өзі шешіп тастайды деген сияқты. Сондай бір моменттер болды. Әлгі уақытқа дейін сондай қиындықтар, майда шүйде қиындықтардан оңай шығып жатырмыз. Соған Аллаға шүкір деймін. Мен ойлаймын, бір тәуекелге бел буып үйрендім. Бұл жобада сол үйренгенімді практиковать еттім десем болады. Сондықтан мен андай деген состояние болады ғой. Ананы үлгеру керек, ондай жоқ менде қазір. Менде бәрі андай өте на расслабоне болады ғой. Жасау керек болса жасаймыз деген сондай состояниеде жүрмін қазір. Осы уақытқа дейін мен алғаш келуім сол состояниеге, сол жаңағыдай қалыпқа. Оған дейін мен кез келген нәрсе үшін переживать етіп, регулировать еткім келетін, контролировать еткім келетін өзім. Ол қате тірлік екенін кейін көзім жетті. Машалла, жалпы тәуекелдің асылы да сода ғой. Негізінде тәуекелдің асылы да сода. Егер адам өзінің қолынан келетін әрекеттердің барлығын жасап, нәтижені Аллаға тапсыра алса, бұл жерде екі қағида бар. Сен өзің қолыңнан жасау керексің. Біріншіден, бір нәрсені Аллаға тапсыру үшін, одан кейін түбінде Аллаға тапсырған кезде ғана ол нәрсенің өзінің бір несі суннатуллах дейді, Құранда келеді. Ол Аллахтың заңдылықтары солай жұмыс жасайды. Тәуекел деген әр сөздің жалпы өзінің заңдылықтары болады. Әр болмыстың өзінің заңдылықтары болады. Сол тәуекелдің заңдылығы машалла сөйтіп келді да. Енді қараңыздар, қазір тыңдап отыратын болсақ, бұл жерде басты мәселе айтылып өткен кезде біз мынаған көңіл аударуымыз керек. Сабир айтып жатыр, алдындағы проекттерде болмады, бірақ мына проектте жеңіл болды дейді. Сонда қараңыздар, опыт деген нәрсе жалпы қанша жерден қателессең де, қанша жерден проект жабылса да, қанша жерден өміріңде бір определенный қиыншылық болып жатса да, ең бастысы тоқтамай ары қарай кете беретін болсаң, иншалла бір уақытысында өзінің бір жеңілдігі келеді. Енді алдындағы болған проекттердің құлағаннан кейін қалай шешім қабылдадың? 3-ші рет, 4-ші рет проект ашу керек все-таки деген шешім қалай қабылданды? Негізі өте маңызды нәрсе, өйткені көп адамды орнында ұстап тұратын нәрсе именно осы шешім қабылдау процесі. Потому что шешім қабылдағаннан кейін өзің айтқандай бағанағыдай возможностьтардың барлығы, мүмкіндіктердің барлығы ашылады, Аллах ашып береді. Бірақ именно адамды ұстап тұратын нәрсе именно осы шешім қабылдау жағы да. И осы шешім қабылдау жағын айтып берсең, детальнее, как этот процесс происходил у тебя и как в целом ты поняла, что вот все, я принимаю решение,
қанша жерден қиын болса да, не болса да, о болсын, короче, кеттік, Аллаға тәуекел, бисмилля деп қалай бастап кеттің? Ең бастысы ол мен стабильностьті қаладым. Сол мені негізі қатты жылжытқан. Өйткені мен енді қазір декреттегі анамын ғой. Декреттегі анам болған. Бірақ мен блогерлік жұмысым жақсы табыс алып келеді маған. Бірақ ол әр кезде қалай, оны бәрі біледі деп ойлаймын. Менде бар стабильность блогерліктен де, бірақ мен білем, ол ұзақ уақытқа дейін болмайды ау, бәлкім. Білмеймін, бәлкім әлі 10 жыл мен сөйтіп жүретін шығармын, мүмкін әлі 15 жыл, мүмкін 5-ақ жыл деген сияқты. Ол белгісіз не да, процесс. Все равно андай болады ғой, іште күдік болады. Кез келген уақытта ол тоқтай салуы мүмкін. Кез келген уақытта мысалға парақшаң жоқ болып кете салуы мүмкін деген сияқты. Сол парақша мен ұстап отыр да, мен сол нәрсеге тәуелді болғым келмейді. Менде бір болады ғой, бір сенетін дүнием болған қаладым ше, артта үлкен дүние. Әрине біз аш қалмайтын едік бәрібір де, аш қалмаймыз. Өйткені мен білемін, менің жолдасым бар, мені асырай алатын, отбасымызды асырай алатын. Бірақ болады ғой, бір планка тұрғаннан кейін ол планкадан түскің келмейді. Хочется еще лучше деген сияқты. Я думаю, это нормальный процесс. Человек хочет еще лучше для себя. Сол үшін мен сол планкадан жоғарғысын тағы да қаладым. Неге? Почему бы нет? Менің қолымнан келетін сияқты деген сияқты. Сосын именно мен іздеген іс жылдар бойы созылатын іс іздедім. Маған 1 жылдық, 2 жылдық проект керек болған жоқ. Маған перспективаға жұмыс істейтін, ертеңге тағы ұзақ уақыт, 20-30, бәлкім тағы да бір неше мың жыл кететін мүмкін ол проект болады. Бір Алла біледі ғой. Сондай бір проект қаладым. Сол үшін именно сол болған шығар. Детально түсіндірдім ба? Детально болмады ма? То есть шешім қабылдауға септік болған нәрсе ол стабильностьті қалау, иә? Стабильностьті қалау. То есть блогерлікте недостаточно стабильно все. Әрине, жоқ, қалай түсіндірсем екен? Негізі жеткілікті. Бірақтан былай ғой. Иә. Определенный периодтар болады. Күшті керемет, бірақ жетеді. Бірақ мысалға мынау периодтағы жиналған дүниең мынау периодқа жетіп тұрады. Бірақ сонда да стабильность, қатты мынандай спаттар қаламайсың да. Сәл-пәл болсын да, бірақтан біргелікті болғанын қалайсың. Сен ертеңгі күніңе сенімді отыра алатындай дүниең болғанын қалайсың. Мен мына нәрсені все равно іштей түсінем. Өміріңде кез келген нәрсе болуы мүмкін. Сен қанша стабильный бизнесті қаласаң да, ол стабильный бизнестің өзі бір күні сені шашып жіберуі мүмкін деген сияқты. Оны да түсіндім. Бірақ енді қолымыздан келгенше амалын жасаймыз ғой. Ары қарайсың беретін Алла. Сол үшін іштей соны қаладым. Вкратце. Білмеймін, соны қаладым десек. Машалла. Мен бір несіне жеткім келіп жатыр да, түбінеше қазір осы сұрақтың. Сонда основной бір мотив болған нәрсе бұл жерде дүниеуи не болып тұр ғой? Әрине. Деп сөйтсең ашық. Әрине. Уақыттарыңызды ұрлап, кішкене бір реклама жасап жіберейін. Өзімнің телеграм каналымды ішіне тіркеліңіздер. Өйткені ол жерде өте ауқымды ақпараттар болады, өте үлкен менің разборларым болады, ойларым болады, білімдерді саламыз. Иншалла сол жерге тіркеліп өтіңіздер. Мына астында ссылка бойынша өтіп телеграмға тіркеліңіздер. Негізі бәріміздің кез келген адамның мақсаты ол отбасыңа жақсы мүмкіндіктер беру, ақша табуға тырысу, ол дұрыс деп ойлаймын. Ол ислам бойынша да дұрыс. Балаңа жақсы болашақ жасап беруге мүмкіндік, білім алуға мүмкіндік беру. Ақша ол құрал, арманыңа жеткізетін құрал, өмір сүруіңе бақытты еткізетін құрал негізі. Какой-то части, иә. Сондықтан материалды жақтан мен жақсы стабильностьті қалағаным, ол бір дұрыс деп ойлаймын. Это раз. Во-вторых, бұл менің главный целім болған жоқ. То есть ол один из составляющих, бірақ екінші тұсым ол адамдарға ұнайтын нәрсе болса екен дедім. Адамдар қалап, вау дейтін дүние болса екен. Жай ғана бүйтіп, главное, чтобы я заработала болған жоқ менде. Не де болса мен жақсы качественный продукт шығару керекпін. Қанша ақша вложить ету керек болса да, мен либо качественный продукт шығарам, либо вообще шығармай қоям, либо мен лучше не заработаю деген болды менде ой. Сондай мақсат болды. Сонда адамның жалпы қараңыздар, есть такой вот момент. Адам жалпы өсу үшін
жолда жылжу үшін, өсу үшін адамға бір определенный мотив керек. Көбінесе мотив болып біздің миды орнынан жылжытатын, мен бір нәрсеге жетуім керек, бір нәрсеге шығуым керек, шынды алуым керек деген бір ойға келетін кез, ол адамның бір определенный состояниеда болған кезі, бір определенный өзінің халінде болған кезі. Адамды жалпы алдыға итермелейтін екі хал бар. Біріншісі ол боль, сенің қазіргі тұрып атқан жағдайың, сен қазіргі халің, мына тұрып атқан жағдайыңдағы халің саған ұнамайды. Ол рухани болсын, ол дүниеви болсын, қандай болсын, сен халің ұнамайды. Мен бұндай болғым келмейді деген хал. Кішкентай кезіңде, үлкен кезіңде, қай жаста келсең де, көп адамның жалпы итермелейтін нәрсе ол бағанағыдай бір боль, определенная. Екіншісі ол мақсат. Мақсат дегенімізде, мақсат деген ол алдыға қойылған үлкен шым big idea дейді ғой. Машалла, міне мынандай болатын болсам, адамдарға қызмет етсем, әлемді құтқарсам деген нәрсе. Сондай бір ой келетін болса, адамды да ол да алдыға сүйрейді. Біреу сүйрейді, біреу итермелейді. В общем, екі нәрсе болады. Енді итермелеу үшін адамға бір определенный состояние керек, определенный хал керек. Сен бір определенный қиыншылықта болу керексің, сен ол қиыншылық итермелеп сені орнынан шығарып қозғалту үшін. Екінші хал, ол адамды мақсат тарту керек. Енді саған сұрақ. Сені итермелеген болып атқан халің ба? Маған осы болып атқан халім маған ұнамайды. Осы обстановка маған ұнамайды деген нәрсе ма? Әлде мен алда менің мақсатым бар, үлкен бір адамзатқа пайдалы боламын деген үлкен мақсат бар деген нәрсе ма сені тартқан? Негізі бірінші айтқаныңыз однозначно нет. Менде қазіргі сол уақыт, қазіргі жағдайым более чем довольны десем болады. Более чем довольна. Мен қазір ойлап отырсам, мен кішкентай кезінде мен жоқшылықты көріп өскем. Мен ашық айтқанда жоқшылықты көріп өстім. Кәдімгідей жоқшылықты көрдік біз. Және де сол жоқшылықтың өзінде мен өзімді әрдайым бақыт сезінетінмін. Менде қазір ойлап, ол кезде не осознаю уже, кішкентай баласың ғой. Қазір мен түсінемін, мен ол кезде бір іштей реніш өмірге, неге бізде олай деген болмаған екен. Менің халім әрдайым мен шүкіршілік етем. Оған мен сенімді айта аламын. Ешқандай мне не нравится, я хочу больше деген жоқ. И сен айтқан кезде мен, кстати, қазір есіме түсті. Түпкі ойым. Менде әрдайым біз көмектесеміз адамдарға, қолымыздан келгенше жәрдем беруге тырысамыз, садақасы бар деген сияқты. Мынандай ой болатын, сол көмектесіп жүрген кезде жағдайыңа қарай бересің ғой. А мне хочется больше, а я понимаю, что больше я не могу. Сондай состояниеде боласың. То есть не то, что ақшаң жоқ, ақшаң бар, бірақтан ол ақшаң сен уже балаларыңа бір нәрсеге жоспарлап қойдың, бағыты бар. Сенде артылып атқан ақша жоқ та, ондай тасып атқан. Сондықтан мен ойлайтын, негізі көп ақшаң болса, счетыңда бүйтіп көмектесіп жерсе болады ғой, анаған бүйтіп жерсе болады, мынандай істесе болады, анаған үй алып беруге болады. Сондай ой менде болатын. Мен ойлаймын, сол түбінде сол бір ошақ жатыр ма деп ше. Сол үшін, ол болу үшін, ондай болу үшін бір үлкен іспен айналысу керек. Үлкен бизнесің болу керек. Деген сондай бір ойдан шықты деп ойлаймын. Өйткені мен стабильность ұнатамын, Алмас та стабильность ұнатады. И одан артығы бізге керек емес ше. Бізде өйткені әрдайым айтасыз, күшті болды. Күшті осы өміріміз болды. Керек емес ары қарай деген сондай болатын. Бірақ мені жылжытқан нәрсе, мен ойлаймын, іштей сол қатты бір сол тапқан табысым арқылы басқаларда байыса екен деген бір ой болды ау деймін менде. Туған туысқандарың, өзің жақындарың деген сияқты. Көмектескің келетін адамдар болады, бірақ көмектесе алмаған кезде түф деп қаласың. Жағдайым болғанда көмектесіп жүруге болар еді деген сияқты. Мүмкін сол бар ма деп ойлаймын іштей. Машалла. Бағана офф-топ темаға кіріп кеттің ғой, кішкентай кезімде осындай нәрселер болды деп. Кішкентай кезімде мен әрдайым өзімді бақытты сезінетінмін, хотя бы жоқшылықтың ішінде болдым дедің. Ол бақыттылықты сезінуің сенің болмысың емес қой, ол сенің ата-анаңның бір жасаған қызметі ғой, определенный берген тәрбиесі. Қазір мысалы үшін бала шаға тәрбиелеп жатқан кезде ол нәрсе сенде де қалыптасып кетті. Сен де бала шағаңа сол нәрсені үйретіп жатсың. Енді айтады ғой, Құнанбайдың абайы абай, абайдың абайы кім дейді ғой. Сол сияқты, сол үшін ата-ананың қызметі адамның өмірінде жалпы басты глубинный убеждениялардың формироваться етуінде, біздің түп сананың ішіндегі убеждениялардың формироваться етуіне берген тәрбиесі, тәлімі өте үлкен, өте жоғары бір рөлді ойнайды. И сол жердегі бір басты қағидаларды айтып өтсең. Мысалы үшін, сенің қазіргі айтып жатқан нәрсең, ол идеальная картина из фильма, из скучный фильмдер болады, адам көргісі келмейтін ше, бір қатты
это вообще қиындық болмай ма деген кинолар болады ғой, Аха. вот сондай сияқты айтып беріп жатыр. И негізі ол мысалы үшін ондай өмірді көретін болсаң, ол өте сирек кездесетін нәрсе. Неге? Өйткені біз андай деп өмірден таяқ жей өсіп, бүйтіп дірілдеп, бүйтіп зорға жетті. Иә. Әйтеуір нанды жұлып қашып, сондай болып келген ситуацияларға үйреніп қалғанбыз да. И мынандай ситуация естіген кезде кішкене бір разрыв шаблоны болып қалады да. Машалла, осындай да отбасылар бар ма деп ше. Енді сол кезде сол жердегі қағидалар, үйдегі отбасыдағы қағидалар, қандай қағидалар бар? Сенің қазір өзің тәрбиелеп жатқан отбасыңда және өзің тәрбиеленген отбасыда қандай қағидалар болды? Сенің жүрегіңде, сенің түп санаңда шүкіршілік, барға разылық деген нәрсені бір отырғызған. Бұрынғы отбасымды айтайын деп сөйтсең, биологический отбасымды айтайын десең, менің ата-анам осознанный бір қағидалар болды деп айта алмаймын. Олар барын берді, бере алатындай берді. Мен ойлаймын, ол махаббатынан, әкемнің махаббатынан өте көп махаббат берді маған. Асып тасып махаббат берді деп ойлаймын. Кез келген ситуацияда білмеймін, бір қатты лелететті десем болады. Қатты лелететті. Сен мықтысың, сен күштісің. Сен пуп мирасың деп шандай. Да сен принцессасың. Конечно, сен ең күшті болатын. Я даже не сомневался деген сондай бір сенімділік орнатты ішімде. Сол үшін менде түрім туралы ешқашан менде бір андай нелер болған жоқ. Комплекстар болған жоқ. Мен сыныпта аз баға алып қалсам, менде комплекстар болған жоқ ешқандай. Алдым деген сондай болды ше, андай алдым деген қайғы, ондай еш нәрсе жоқ. Өйткені менің әкем әлі күнге дейін сондай позитивный настрой, кез келген нәрсеге позитивді қарайды. Кез келген өмірінде болған ситуацияға позитивный көз қарасы ода. Ничего болады, жеңіл қарайды көп нәрсеге. Ерунда деп ше. Содан деп ойлаймын мен. Берілген махаббаттың арқасында деп ойлаймын. Ол қасиет ген арқылы әкемнен берілді маған. Әкемнен берілген қасиет. Ал анам, ол маған нәзік болуды үйретті, өзі өйткені нәзік, сосын мойынсынуды үйретті десем болады. Сол качество арқылы мен өзім тәрбиелеп алған шығармын іштей. Өйткені мен бойымдағы қасиеттерді мен өз-өзімді жеңіп алғам, мен өз-өзімді іштей тәрбиелегем деп ешқашан ойламаймын ше олай. Бәрін берген ата-анам арқылы, Аллахтың беріп тұрған маған. Сол үшін мына қызық дүниені айтайын мен. Мен қазіргі отбасым, осы келін болып отырған отбасымда, мен келдім ғой келін болып. Осы отбасына келген кезде менде потенциалдар раскрываться етті. Творчестволық потенциалдарым раскрываться. Ол творчество менде бұрыннан отырған негізі іштей. Бірақ ұйықтап отырды. Өйткені менде мүмкіндік ана отбасымда болған жоқ. Өйткені ол отбасында финансовый жаңағы қиындықтар болды әрдайым. Әкем кейде ішіп келеді, тұрттап келеді, мама из этого нервная деген сияқты. Сондай қиыншылықтар болатын. Сондай қиыншылықтардың әсерінен болады ғой адам бүйтіп тұнып қалады іште. Не может раскрыться. Сондай болды. Себеп болған жоқ шығаруға. Себеп болған жоқ шығаруға. Өйткені моя семья была вообще басқа проблемалармен бас ауырып жүрген кезде мына жақта лағып жүрсең творчество деп болмайды да ол. Поэтому вольно-невольно сен сол аурада, сол атмосферада жүресің. Блин, квартираның ақшасын табу керек па не деп ше, мектеп оқысаң да деген сияқты. Блин, мынаған ақша жоқ па не деген сияқты. Все равно қаласаң да қаламасаң да, қолыңнан келсе де келмесе де, сен соны ойлап жүресің бәрібір де. Сол атмосферада бүйтіп жүресің қалып. Анау отбасына келген кезде мен бір подвох іздедім да. Да не может быть так деп. Почему все так хорошо деген сияқты ше. Не может быть так. Бәрі өз ретімен. Жаңағыдай проблем жоқ. Бәрі жақсы. Алмас өзінің рөлін біледі. Мама, енем өз рөлін біледі. Атам өз рөлін біледі. Бәрі жақсы. Папа жұмыстан келеді. Тамағын шалады, демалады кішкене телевизорға. Сондай, понимаете? Яңдай бір финансовый трудность көрмедім. Ұрысу көрмедім үйде. Бір-біріне сөйлеу, андай деген сөйлеуді көрген жоқпын. И не могу вот разобраться, в чем проблема. Когда вот придет какая-то бах, ситуация такая, вот она, я скажу. Потому что мен кішкентайымнан әйтеуір бір подвох болатынға үйрен қалғам. Әйтеуір бір либо мына жерден бір ұрыс шығады, либо мынау бір нәрсе болады да, біреудің настроениесі болмайды, ол бәріміз настроениеміз құртады, так деген сондайға үйрен қалғам да, сондай атмосфера. Сондай атмосфераны күттім мен. Болады шығар деп. Бірақ олай болмай шықты.
олай болмай шықты. Мен әлі күнге дейін менде все равно кішкентай кезімнен кей кезде сұрақ қоям, осы Аллах тағала мені ұмытып кеткен жоқ па деп ше, неге бәрі жақсы өмірімде деген сұрақ келеді ше менде. Или мен солай қабылдаймын ба бұны? Сосын сұраймын, Аллах мен, если че бәрі жақсы ғой иә деп, сен маған ренжулі емессің ба, неге у меня все хорошо деген ше, почему-то. Почему андай сынақ жоқ деген ше. Құдай сақтасын, субханалла, білмеймін неге ондай ой келеді. Бәлкім үйрен қалғандықтан шығар кішкентайыңнан. То ақша жоқ, то тамақ ақша болмай қалады, то еще бір нәрсе бәлкім содан шығар. Бірақ сонда да позитивный настройды үйретті ғой маған ата-анам. Сонда да бізде отбасымызда қандай проблема болса да бір-бірімізге күліп, хахастап, жаңа столдың үстінде күлкілі әңгімелер айтып, бір-бірімізді күлдіріп, бір-бірімізге жаңағы неше түрлі әзілдер тастап, сондай ауру болатын отбасыда. Сол отбасыдан бүйтіп плавно мына отбасыға өткеннен кейін екі системаны араластырған сияқтымын во мне. Іштей ше. Ана отбасынан алған дүниені мына отбасыдан алып бүйтіп іштей араластырған шығармын. Ана отбасыдан көп нәрсе үйрендім. Менің мама папамнан өзімнің. Мына отбасыдан тағы да өте көп нәрсе үйрендім. Және ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін өзім үшін бөліп алдым. Оказывается, мынау дұрыс емес екен. Оказывается, біз ана жақта дұрыс істемеппіз. Ол кезде сен дұрыс деп ойлайсың ол отбасының ішінде болғандықтан. Потом былай басқа картинаны көрген кезде, біз мына жерде қателесіппіз ғой, оказывается. Былай болу керек екен ғой деген сабақтар алдым өз-өзіме. Махаббатқа толы өстім дейсің ғой, жалпы адамның. Махаббатқа толы өстім. Қандай қиындықтар болса да махаббатқа толы өстім. Жеке мен енді. Ағаларым емес шығар десең. Енді жалпы ол әкенің қызға берген махаббаты өте маңызды ғой. Бірінші жолты соны беретін болса, қыз бала әкенің махаббатын түбегейлі алып өсетін болса, ол өскен кезде де самооценкасында ешқандай проблема болмайды. Оны сырттағы еркектерден басқа жерден іздемейді. Ол нәрсені ше. Сол нәрсенің де түбі болып тұр ғой, бағанағыда айтып отқан. Ең басты айтылып өтілген нәрсе осы жерде екі қағида естідім. Біріншісі ол махаббат, үлкен махаббат. Ата-ана енді балаң туылғаннан кейін қанша жерден ол қиын болады, оның тәрбиесі болады, оның өзінің мінезі болады деген сияқты, бірақ қандай болса да балаға тәрбиені, балаға махаббатты беру керек деген бірінші қағида. Ол нәрсені сен өз отбасыңнан көрдің. Енді қазір сен өзіңнің отбасыңда қалай отқанын кейін айтып берерсің иншалла. Екінші қағида естігенім ол әр адам өзінің рөлін ойнайды дүниеде, иә. Ешкім біреудің өміріне кіріп, басқа біреудің рөлін атқарып кетпейді. Мысалы үшін әрқайсысы өзінің рөлін ойнау өте маңызды нәрсе. Жалпы адами иерархияға былай қарайтын болсаң, адам социальный иерархияға қарайтын болсаң, мен тек қана мысалы үшін анамның алдында баланың рөлінде ғана ашыла аламын. Аллах маған сондай бір вазифа беріп қойды. Вазифа деген потенциал, позиция беріп қойды, міндет беріп қойды сондай. Мен анамның алдында бір оның досы ретінде ашыламаймын. Қанша қиналсам да, қанша айырылып кетсем де ашыламаймын. Мен баласы ретінде ғана ашыла аламын. Мысалы үшін карандаш, мысалы үшін су ретінде ашылмайды ғой. Тура сол сияқты мен анамның алдында тек қана бала ретінде, или әйелімнің алдында мен оның подружкасы ретінде ашыла алмаймын. Үйтетін болсам, уже күйеу ретінде мен жайлап саяздай бастаймын. Дұрыс па? Сондықтан мысалы үшін әр адамның өзінің рөлін дұрыс атқарудың өзі де ол бақыттың бір үлкен кілтінің бірі. Ол нәрсені сендер жалпы мен бұл нәрсені андай алгоритммен болмаса да, бұны білмей әшейін бола қалды емес. Әрқайсысы енді өмір көрген адамдар ғой, қанша дегенмен. Просто өміріне енгізген мәселелерді күнделікті жасырттан естіп жүрсек те, өміріне енгізген кезде ғана бұл нәрсе шынайы адамды бақытқа алып келеді. Енді қазір сен 4 бала тәрбиелеп жатсың, иә? 4 балаға бала да бар, қыз да бар, альхамдулилля. Қызға және балаға қандай тәрбие, қандай тәлім беріп жатсың? Қандай тәрбие беріп жатсың? Қандай тәрбие беріп жатсың және қалай көресің сен оларды ертең болашақта бала шағаңды? Менің көзім жеткен дүние, мен мамам қандай болды? Мен тура сондай екем. Қаламасам да. Өйткені бала позициясында маманың маған ұнамаған тұстары болды ғой. Қызым ол тұстарды менен көрмесе екен дейтінмін да. Бірақ сонда да мамамның рөлін ойнаймын. Қанша жерден қаламасам да. Это колоссальная работа это изменить, и у меня сейчас пока не получается. Я стараюсь в моменте себе остановить, так сейчас қызға дұрыс болмайды деп ше, басқаша ойлап қалады, ұнамай қалады деген сияқты. Бірақ сонда да бала губка ғой, сіңіреді, бәрін сіңіреді. Мамасы не істеді, тура соны істейді. Мен мамам не істеді кезінде, тура сол нәрсені істеймін балаларыма.
тура солай ұрсам, тура солай возмущаться түф деп тура солай возмущаться етемін. Бір нәрсе сұрауға мамадан мысалы бұрын блин мамаға қазір айтсам нені шешеді деймін ғой. Мен қазір балаларым тура нетеді, сескенеді. Қазір мамаға айтсам мама кішкене нені шешеді деп уже маған айтпай апасына барып айтады. Сондай болғанда мен оны қаламаймын болған, бірақ солай болып кетеді. Мен түсінемін, онымен жұмыс істеу керек, өте қатты жұмыс істеу керек, іштей қатты жұмыс істеу керек, практика жүзінде көрсету керек оны, қаламаған тұстарыңды өзгерту керек деген сияқты. Барымша бар жақсылықты беруге тырысамыз. Барлық ата ана сөйтіп істейді деп ойлаймын. Асып тасып жатқан бір керемет білімім бар деп айтпаймын. Я делаю, как я чувствую. Менде андай іштей главное балаға ішіне комплекс енгізіп жүрмесем болды деген не бар, қағида бар. Бірақ қатты еркелетіп жүрмеу керек. Баланс ұстағым келеді әрдайым. Ұрысқан кезде де баланс болса, еркелеткен кезде де бір баланс болады, баланс. 100% еркіндік жоқ. Еркіндік в определенной там степени бар. Ұрсу кезде де мен ұрсам керек жақта, бірақтан унижать етпей баланы оскорблять етпей, бір жеке жаңағыдай достоинстволарына тиіп, бала өзін мен сондаймын ба деп қалмас үшін. Бірақ ұрсам. Бір нәрсені құртып қойса, тыңдамай қойса, ұрсам, дауыс көтерем керек кезде. Но при этом әрдайым миымда ұстаймын, не оскорбляй, не унижай, не обзывай. Сондай қағиданы ұстаймын. Бұл маңызды деп ойлаймын. Өйткені мен өзім қабылданым оны сабақ ретінде. Мамам мысалға маған жаман сөз айтып қойса, қатты іштей батасың ғой, бала болса да, мә деп ішің жаман болады ғой. Мен ол сезімді білем да. И ол сезімді қызым не хочу, чтобы испытывала. Сол үшін ата-анамның жіберген қателіктері мен үшін үлкен сабақ. Ешқандай да травма емес. Ешқандай травма қабылдамаймын. Мен бір Төребек ұстаздың бір көріп қалдым да. Травма емес на самом деле. Ол сабақ деген кезде. Шынымен де, егер де мамам солай айтпаса маған, мен оның қаншалықты ауыр екенін сезбесем, және қызыма бәлкім мен сөйтіп айтып қояр ма едім. Ал мен сезгеннен кейін, мен білем, кішкентай балаға ол ауыр естіген оны. Және де ол іштей қатты жылайды бала, жүрегі жылайды. Сол үшін мен олай айтпаймын. Олай айту дұрыс емес деп мен өз үшін түртіп алғам. То есть ол сабақ. Мен үлкен сабақ алдым. Сол сабақты балаларыма қолданып жатырмын. Сол үшін мен ата-анама алғыс, әрдайым алғыс менде. Только алғыс, бірақ оған да мен бірден келген жоқпын. До этого момента менде кез келген адам сияқты реніш болды. Неге мынаны дұрыс істемеді олар? Неге мынаны бүйтті? Неге мынаны қате істеп жатыр? Неге маған кішкентай кезде бүйтті олар? Неге бүйтті олар деген сондай бір іштей реніш болды. Обида, өзімше бір кейін түсіндім. Оның бәрі болмаса, қазіргі мен болмасам. Қазіргі мен болып отырмасам, мен басқа адам болып кетерім мен бәлкім. Сол үшін мен ризамын, әрдайым рахметімді айтам, әрдайым алғысымды айтам, шүкіршілігімді айтам. Сол үшін менің ата-анама деген махаббатым одан самайын ұлғайды десем болады. Сол. Жалпы травма деген нәрсені біз жалпы былай қабылдағанымыз деп санамыз да. Сөзің аузында. Мына дүниені айтқым келіп отыр. Жаңа түйсік алдында бағана айттым ғой, мен ойлайтынмын осы жаңа отбасына келгенде, где подвох, почему все так хорошо, не Аллахпен ұмытып кетті ма деген бір андай сомнениялар болды да, болып жүретін сомнение. Кейін мен өмір сүре келе сен түсінесің да, что кез келген дүниені біз өзіміз қалап алатын екенбіз. Кез келген қиындықты да біз өзіміз қалап алады екенбіз. Аллах тағала не наказывает, соған көзім жетті. Өйткені ол мейірімі шексіз, ол қаламайды біздің қиналғанымызды. Он этого не хочет. Сол үшін кез келген нәрсе, қиындықты біз өзіміз өз басымызға тілеп алады екенбіз. Сол үшін мен ойладым, мен егер дұрыс өмір сүріп жүрмін ба сонда деген бір іштей, мен получается дұрыс өмір сүрдім ба? Получается мен бәрін дұрыс істеп жүрдім ғой, деген кезде бір нәрсе келеді. Болмайды да, өйтіп зазнаваться етуге болмайды. Бүйтіп іштей деп кішкене бүйтіп сенімділікті өз-өзіңе алып бір өркөкіректенуге болмайтынын түсіндім. Тек қана сол моментті улавливать ету керек та, шүкір, мың шүкір, осыдан айырмаш деп тілеу керек.
болды. Андай вау, получается, я крутая деген болмайды екен ол қате. Сол моментте мен әрдайым, когда я чувствую, что в моей жизни альхамдулилля бәрі жақсы, қиындықтар болады. Қазір адамдар ойлап қалған, мынаның өмірі идеальный ма не деген сияқты. Жоқ, бізде қиындықтар бар. Әулетімізде қиындықтар бар. Менің отбасымда қиындықтар бар. Мен оны айтқым келмейді. Өйткені ол жеке бастың қиындықтары. Мен ренжітіп алуым мүмкін ол адам туралы қазір айтсам деген сияқты. Ол қиындықтар бар, мен оны іштей переживать етемін. Бірақ сонда да бақыттымын. Бәрі үшін шүкіршілік етемін деген позиция, удобная позиция. Соны жаңағыдай хочу посоветовать сондай позицияны. Мен бұрында бәрінің мамамның, папамның проблемасын шешіп бергім келетін, ағамның проблемасын шешіп бергім келетін. Сол үшін іштей тынатынмын мен. Как бы это решить? Құдайдың рөлін алып алдым ғой өзіме сонда. Мен ол кезде білмедім оны. Маған кейін айтты, сен не үшін Құдайдың рөлін алып алдың өзіңе? Почему ты хочешь решить их проблемы? Это не твоя забота. Сен чем ты больше стараешься, чем труднее тебе будет, и Аллах сделает так, тебя на место поставит он. По-любому Аллах тағала сені орныңа қойып тастайды. Сен будешь в минусе, энергетически будешь в минусе, морально в минусе, физически сен ауру болып қаласың одан. Это плохо. То есть ничего хорошего в этом нет. Өзіңнің позицияңды қабылда да, так, мен анаған көмектесе алмаймын. Иерархия бойынша ата-анам менен жоғары тұр. Мен никак не могу решить их проблемы, если они сами не решают там свои проблемы. Так что мен өзімнің рөлім, баланың рөлін атқарам. Мама папама бала болам. Керек кезде қуантам. Жаңа қолымнан келсе подаркалармен, сыйлықтармен болды. Ары қарай мен я не лезу деген позицияны алған кезде мен дедім. Сол позицияны мен қатты айтқым келіп тұр адамдарға. Кстати, мен соны әрдайым ойлап жүретінмін. Той айтқым келеді адамдар, қалай жеткізсем екен соны деп. Сен мені шақырдың. Мен соны қазір айтып қалдым. Қандай бәрі күшті десең. Мен әрдайым өйткені мен подружкаларым айтады, мен сырттай біреудің видеосын көріп қаламын, вот өйсті сөйтті, деп. Барлық проблеманы өзі жинап алған өзіне ше негізі. Мен ойлаймын, не надо деп, қалай жеткізсем екен грамотно. И жеткізе алмаймын, да, у меня получается жаңағыдай бәріне бірдей жеткізе алмаймын, а мне хочется, чтобы меня услышали. Хочется, той мен күшті инструмент білем, бақыттың, пожалуйста, айтайыншы деген сондай позицияда жүрдім. Айтайыншы, естіңдерші мені деп ше. И бірақ айта алмаймын, оны сториста бақ деп кіре салып айтсасаң түсінбей қалады адамдар, не қуып отыр деп. Бақыт деген деп па? Иә. Сол үшін удобный момент керек та оған, түсіндіретін моменттер керек. Ыңғайы бүгін келді. Машалла, керемет. Күшті. Хоп. Енді қараңыздар, осы жерден алып өтетін бір дүние бар. Травма деген нәрсе, ол жалпы бар нәрсе. Травма деген нәрсені любой жарақат алған кезде адам травма болады. Ол нәрсеге андай қатты травматизировать етудің қажеті жоқ. Негізі травма деген нәрсені біз былай қабылдасақ, өмірімізде жеңілірек болады. Травма деген нәрсені маршрутка ретінде қабылдасақ, оның өзінің де вазифасы бар, оның өзінің міндеті бар. Травма сені бір точкадан екінші нүктеге апарып тастату керек. Мысалы үшін сен кішкентай кезіңде бір определенный қиыншылық көрдің, сол қиыншылық сені қазіргі дәрежеңе шығарды деген сияқты. Оны ары қарай өзіңмен іліп, өзіңмен тасып, бағанағыдай Сабир айтып жатқандай, менде осындай болды ғой деп оны боқсап езгілей беретін болсаң өміріңде, ол нәрсе уже ары қарай шірейді. Любой нәрсенің өзінің срок годности бар. Аллада ғана срок жоқ. Қалған жаратылыстың барлығының өзінің басы бар, аяғы бар. То есть туылатын кезі бар, өлетін кезі бар. Травманың да сондай дүниесі бар. То есть ол травма сенің дүниеге келді, өзінің бір миссиясын атқаруға келді. Сенің өміріңе келген кезде оның мақсаты болды, бір определенный, сені тек қана жақсылыққа апаратын мақсат болды. Ешқандай травма адамды мал қылайын, түп қылайын, төр қылайын деген немен мақсатпен келмейді. Аллах мейірімді, Аллах рахман. Ол өзінің жаратылыстарына зұлым емес. Өзінің жаратылыстарын үйтіп жермен жексен қылғысы келмейді. Ол біз өзіміз тілеп аламыз. Нәжім сүресінде Аллах айтады ғой, сендердің өмірлеріңде вы получите то, к чему вы стремитесь дейді. То есть өздерің қалаған нәрселеріңді ғана жаратып беремін сендерге дейді Аллах. Енді болады, сен сынақ әлемінде жүргеннен кейін, бұл алаң, бұл экзамен. Бұл жерде сенің қазіргі кезде шешуге қабілетің жетпейтін, бірақ сенің түйсігің жететіндей бір ситуациялар болады. Оны сен қиыншылық деп қабылдау мүмкінсің. Бірақ сенде қазір пока инструмент жоқ, бірақ сен түйсігің жеткеннен кейін Аллах айтады, ла юкаллифуллаху нафсан дейді, сенің дүниең, сенің болмысын көтере алмайтын қиындықты мен саған бермеймін дейді. То есть сенің өміріңе келген қиындық, ол сен қазір оны көтере аласың, бірақ сенде пока инструмент жоқ.
сол үшін сәл саған дискомфортно болады іштей. Сол дискомфортты перебороть ету үшін сенде бағанағыдай Сабира айтқандай бір позитивный взгляд болу керек. Позитивный взгляд болған кезде адам мүмкіндіктерді көре бастайды. И бағана Сабираның өзі айтып жатыр, осы қағида негізі бұл түбегейлі любой бизнесменге өте қажетті қағида. Бизнес бастап жатсың ба, сен оны тек қана рисктарды көру керек в любом случае. Бизнесмен болғаннан кейін ты на цифрах видишь риски в любом случае. Но ты еще должен научиться видеть возможности. Во всех ситуациях, во всех сложностях видеть возможности. Сен жалғыз бизнесмен емессің. Бизнес деген алаң ол жалғыз өзіңе жаратылып, міне сен келдің, машалла келдің, бұл сен келдің, бәріміз сені күттік, ақшаның бәрін алшы деп күтіп жатқан ешкім жоқ. Сен келесің, тура сен соғысқа кіргендей, тура сол жолды өтесің. Сол экзаменді өтесің, бәрі өткен экзаменді өтесің. Бизнесті бастап, бір жылдың ішінде миллионер болып кетті деген адам ол өтірік әңгіме. Ондай болмайды. Сабирада өтіп жатыр қанша нәрсе, Ол жерде операционный система бар, командамен бірінші дос болу керек, команданы жинау керек, онымен тіл табысу керек, ол ертең сен бала шағаң болып кетеді, отбасың болып кетеді деген сияқты. Мына жақта командаға айлық беру керек, бірақ өзіңде мына жақта товарға ақша жетпей жатады. Ол бәрінен басынан өтетін нәрсе, ол нәрсені қиындық деп атайтын болсақ, онда біз бағанағыдай Аллаға деген разылығымызды білдірмедік деген сөз. Өйткені бағанағыдай ол сенің пока сен түйсігің жетеді, сен болмысың жетеді ол нәрсені шешуге, просто инструменттерің жоқ. Біздің мақсат, Сабира айтқандай, егер позитивный взгляд болатын болса, фокусты полностью инструмент іздеуге направлять ететін болсақ, иншалла бағанағыдай Сабиранікіндей жеңіл болады. Сабира қазір енді айтып отыр ғой, үйде қиыншылықтар бар, ана жақта мынандай, бәрінде бар. Бәрінде бар, ол болмайтын нәрсе емес ол. Біз жәннатта емеспіз ғой. Біз осы дүниедеміз, бәрінің өмірінде қиыншылық болады, бірақ көрдіңіздер ма, өте маңызды адамның қабылдау қабілеті маңызды. Сабира бұл нәрсені просто проблема ретінде қабылдап отқан жоқ. Бұл нәрсені өмір ретінде қабылдап отыр. Өмір болғаннан кейін, болады. И сол нәрседен өтіп жатыр. Енді тағы бір қойғым келіп жатқан сұрақ, осы нәрседен вытекать ететін сұрақ. Сенің бала шағаң өсіп жатыр, бала мен қыздың тәрбиесінің айырмашылығы бар ма? Иә, бар. Деп қоя салсам. Бар. Онда келесі сұрақ деп өткізсек. Қыз нәзік келеді. Қыздың жүрегі басқаша воспринимать етеді. Ол обширный ойлайды қыз бала. Сезімтал, нәзік деп пікір айтпайды шынымен де. Қыздан көрдік біз оны. Уайымдайды сен үшін. Ұлдар уайымдамайды. Ұлдарға бәрібір моменте тәттісі болса болды. Қыз болса ойлайды, сен жейсің ба, сен жемейсің ба, не деп андай, әкеге кішкене қалдырайық деп сондай ойлайды. Бәрін ойлап жүреді. Жаны ашиды. Ауырып қалдың ба, не деп сондай. Қыздың жаны ашиды. Оған сөз де басқаша тиеді. Қатты ауыр сөйлеп қойсаң да жанына қаттырақ қабылдайды. Ол бала андай момент ренжіп қалып, бірақ ұмытып қала салуы мүмкін. Сосын бала үшін, қыз бала үшін ананың рөлі бөлек, әкенің рөлі бөлек қой. Айтатын сөздерді де мысалға бір сөзді мамасы бөлек, папасы бөлек айтса, әртүрлі қабылдайды. Мамадан басқаша қабылдайды, әкеден басқаша қабылдайды. Мен қабылдаған сөз жеңіл болуы мүмкін, сол сөзді әкесі айтса ауыр болуы мүмкін. Қыз балаға особенно. Қыз бала әкесінен естіген сөз. Мен өзімнен ақ білем. Әкем кішкене бір даусын маған көтеріп қалған болса, ұзақ ұстап жүремін өзімде. Ұзақ реніш. Айлар бойы мен оны ұмытпаймын. Айлар бойы ішімде тынып жатады ол. Деп іштей жылап жүресің. Мама ұрысты 5 минуттан ұмытып кетесің ғой. 5 минуттан кейін, 5 минут бұрын ол саған деген вообще ұмытып қаласың. Басқаша қабылдайсың. Сол үшін мен Алмасқа да әрдайым айтам, қыз басқаша воспринимать етеді, ауыр айтпа, қатты сөйлеме, даусын көтермеші деп. Сосын ол да түсінеді оны. Енді ол отбасында қыз болмаған, ол отбасында 2 ұл бала, қыз болмаған, сондықтан айтады, мен кейде түсінбей қалам дейді, қыз да солай қабылдайды шығар деп ойлап қалам дейді. Сол үшін мен кейде оған айтып тұрамын, мен қыз болдым ғой кішкентай кезінде, бала болдым ғой, мен білем, әкенің сөзі ауыр болады деп. Олай айтпашы, былай айтпашы деп. Сосын ол ескеріп отырады. Сол үшін әкесі ескеру керек. Қызға деген қарым-қатынасқа ерекше қарау керек. Машалла. Оның барлық жерде айтып жатыр ғой. Негізі мен неғып жаңалық қылып айтып отырмын. Жоқ, жаңалық болған кезде бұл андай ғой, сөз бөлек, өмірде қолданған бөлек қой. Сөз қылып айта бересің ғой. Өміріңде қолданған кезде даже андай күнделікті естіп жүрген қағида болса да, ол сен өмірге кіргенде былай екен ғой, андай екен ғой, машалла дейсің ғой. Мысалы үшін махаббатты білдіру, кешірім сұрау деген нәрсенің сен шынайы түбін асылын түсінген кезде басқаша сезімде жүресің ғой өзіңде. Машалла, керемет. Енді бұл
даже больше сұрақ емес, бұл даже больше бір ортаға тастайтын обсуждение да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, егер өмірлерің ұзарғанын және бай болуларын қаласаңдар, отбасымен қарым қатынасты үзбеңдер дейді. Туыстармен, жақындармен қарым қатынасты үзбеңдер дейді. Бұл нәрсені алдыңғы подкастта да обсуждать еткенбіз Жанар апамызбен. Енді қазір семен де осындай бір сұрақ емес, больше, наверное, тема на обсуждение да, ортаға тасталатын бір бағыт болсын иншалла. Туыстық қарым қатынастың қандай маңыздылығы бар сен үшін, және оны сен қалай сақтайсың? Туыстық қарым қатынас деген ол бізде иерархиямен жүреді. Бірінші сенің өзің туған туыстарың, бауырларың өзің. Одан кейін там двоюродный деген сияқты кете береді. Ары қарай өзіңнің әке жағыңның, одан кейін ата ене жағыңның туыстарының барлығы қарым қатынастарды қалай сақтау, ол өйткені адам үшін өте үлкен сынақ. Андай сразу идеальный туыс болмайды. Обязательно сенің туысың. Одан кейін мен өзімнің немді де айтамын да, ойымды да айтамын да, и жалпы қазір сен ойыңды естігім келіп жатыр осы туыстық қарым қатынас жайлы. Дәл келдіңіздер деп сөйтсең. Жақында ғана бір дүниені ұққан едім деп. Шынымен де мен жақында бір нәрсені ұқтым. Туыстық қарым қатынасты құртып алмас үшін алыстан араласу деген дүние бар да. То есть деп деген емес, алыстан сәлем емес. Не лезь в чужую семью деген нәрсе бар да. Болды, туыс. Күшті кездерде келдің, улап-шулап, бір дастарханда күлкі, ойын, көмек кезде көмегіңді бердің. Қосылу керек жаңағыдай бір кеңес кезде қосылдың, кеңесіңді айттың, ақылыңды айттың. Сұрап тұрса егерде болды. Ары қарай бір-бірінің артыңнан сөз тасу, ұрыс қалып келеді. Туыстардың бір-біріне қарым қатынасын үзуге алып келеді. Одан біз ол этаптан біз өттік, менің туысқандарым арқылы, жақында ғана ито. Сол кезде мен мына қағиданы түсінген кезде мен айттым туыстарыма, құрметті туыстар, барлығыңыз мен үшін маңыздысыздар. Және де ертең ана өмірде біз бәріміз бір-біріміз үшін жауап береміз. Сосын мен сұралғым келмейді. Неге араласпай кеттің ана тәтеңмен, неге ана ағаңмен араласпай кеттің деген сұраққа қалғым келмейді. Сол үшін мен өз-өзімнен сұрадым, неге олай болды екен деген сұрақ қойдым. Хотя я могла бы кетсінші деп қоя салуға, бірақ ол дұрыс емес шешім екенін білдім да. Начала копаться. Почему так деп. Сосын түсіндім. Оказывается, сіз келеді кесті маған ағам жамандайсыз. Сенің ағаң маған бүйтіп айтты. Бүйтіп кетті, айтты да істемей кетті деп. Мен ағама ренжідім іштей. Сосын айттым да оған айттым, неге сен өйтіп кеттің оған барып? Бармайсың ба? Ол өзінің версиясын айтты. Сосын мен ана адамға жындандым. Солай болады да, бұл вечный круговорот, үзілмейтін круговорот. Әркім бір-біріне ренжиді, бір-біріне айтады, сосын бір-біріне қас болады. Дұрыс емес. Егер сен жеке бір адаммен ренішің болса, сол жеке адаммен ғана араңда қалсын. Оның барып бауырына айтып, оның барып тәтесіне айтып, қызына айтып, әкесіне айту өте қате нәрсе. Соны түсіндім. Қарындасы мен ағасының арасында болған ұрыс сол екеуінің арасында ғана қалсын. Ешкімге жеткізбеңдер, ешкімге айтпаңдар ол туралы. Ол маған бүйтіп кетті, сол үшін мен оған ренжідім деп айту уже арандату араны. Уже ана адамның ойына жаман ой салу. Оның осындай жаман қасиеті бар ма деген ой келеді да, болды, уже арақатынас жаман болды деген сөз. Сол үшін айтпаңдар. Арақатынастарыңызды айтпаңыздар, жаман болған тұстарыңызды. Ренжістіңіз ба? Только сол адаммен шешіп алыңыз ренішіңізді. Болды. Марп мамаңызға айтып оны, мамаңыздан папаңызға жетеді ол. Папаңыз екеуіңіз ол адамға ренжиді сосын. Ренжігеннен сөз таласып каша болады да әулетіңізде, туысқандарыңыздың арасында. Сол қате нәрсе. Сол айтқым келген. Сол үшін туыс болып араласу керек. Сыйласып араласу керек. Ағаны аға деп сыйлау керек. Қарындасыңды қарындас қылып сыйлау керек. Кішкентайсың сен деп жекіру де өте жаман. Өйткені мысалға мен жақында бір сондай бір ситуация болды. Бір ағам маған ой сен боқмұрын деді да маған. Қатты тиді маған сол сөз. Қалай мен боқмұрын, менің ол кезде 3 балам болған. Менің 3 балам бар. Мен бір үйдің келіні болып отырмын, мен бір үйдің жары болып отырмын, мен 3 баланың анасы болып отырмын. Қалай боқмұрынмын мен деген. Іштей қатты ренжідім. Мен сол кезде түсіндім, ол мені сыйлаған жоқ. Мен оған айттым өзім ойым, неге сіз мені сыйламайсыз? Ну и что, мен сізден кішкентаймын, бірақ мен сізді үлкен деп сыйлап жатыр екем. Пожалуйста, будьте добры, мені кіші деп сыйлаңыз.
Не забывайте, что я чья-то жена, біреудің келінімін, не забывайте, что я мать, бірдей баланың анасымын. Қалай сіз өйтіп можете себе это позволить деп түсіндірген кезде он вроде понял это, и солай біз шешіп алдық арамызда. Сол үшін жасы кішкентай іні қарындастарыңызға да сөздеріңіз ауыр тиюі мүмкін. Не забывайте, что оның да бір жаңағыдай социумда орны бар. Біреудің жары, біреудің күйеуі, біреу оны аға деп сыйлап жүр мысалға. Қатты көңілге бататын сөздер айтпаңыздар, кіші болса да. Машалла. Осы жерде негізі туыстық қарым-қатынас, әулет деген нәрсе егер бағанағыдай осы теманың түбіне кіретін болсақ, бағана айттық қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, егер бай болуларың келсе және өмірлеріңнің ұзақ болғанын қаласаңдар дейді да. Өмірдің ұзақ болуын деген нәрсе ғұламалардың көбісі оны өміріңнің ішінде өмір болу дейді. То есть ол әр минутаңның ішінде өмір болу, сен шынайы бақытты болу, уақытың берекелі болуы деген нәрсе. Енді сен туысыңмен, отбасыңмен үйде жиналып отырған, шай ішіп, әңгімелесіп, күліп, ақылап отырған уақытыңның ішіндегі береке ол действительно басқаша. Сол үшін біздің қазақ жалпы өзіне қонақ шақырғанды ұнатады, туыстармен қарым-қатынас маслихат жасағанды ұнатады, тойдың боларынан болады қызық дейді, той дайындалғанды ұнатады, барлығы жиналып, келіндер бір жерге барып, ағалар бір жерге барып, бәрі жиналып не істеп жүргенді ұнатады. Неге? Өйткені ол бізге жалпы біздің болмысымызда бар нәрсе де жамағатшылдық деген нәрсе. И осының ішінде айтқым келіп отқан нәрсе туыстық қарым-қатынасты өзіме жақында жетіп отқан нәрсе, 1 жыл болды осы нәрсеге, осы қағидаға. Жалпы осы нәрсе менің өте өсуіме септік болған нәрсе. Неге? Қазір түсіндіріп өтейін. Туыс деген нәрсені жалпы Аллах саған таңдап береді. Сен оны таңдамайсың. Әке-шешені таңдамайсың, туысты таңдамайсың, өзіңнің болмысыңды таңдамайсың, тұтылатын жерің таңдамайсың деген сияқты оны қада дейді. Ол сенің өзгертілмейтін тағдырың болды. Сен оны бүйтіп, мындан өзгерте салайын деп істей алмайсың ол нәрсені. Мына әулет ұнамай тұр ма деп па? Ана әулетін өйтіп істей алмайсың. Сондықтан сен Аллахтың саған берген мейірімін, Аллах саған таңдап берген мейірімді, Аллах таңдап беріп отыр бұл адамдардың маған. Сен оны сол разылықпен қабылдамасаң, неге сенің алдыңдағы сұрап атқан, өзіңнің қалап атқан нәрселерің сенің алдыңда жеңіл ашылу керек деген ойға келдім да өзімде ше. Сол ойға келген кезде шынайы өмір басқаша ашыла бастады. Өйткені Аллах саған таңдап беріп отыр, бұл сынақ қандай? Сен туысыңды қабылдаған кезде сен Аллахты қабылдадың деген сөз. А сенің туысың, байқағаным, мен өзім психология саласында жүргеніме қанша 8 жыл болды уже. И туыс деген ешқашан саған бүйтіп келе салып деп сразу дос болып кетпейді. Именно туыстан басталады барлық нәрсе ше. Бүкіл сенің бетің ашылатын жердің барлығы туыста болады. Үйдің ішінде болады. Мысалы үшін айтады, адамның кім екенін білгің келетін болса дейді, үйіндегілерінен сұра дейді. Шынайы кім екенін. Өйткені көшеге шыққан кезде біз маскаларымыз бар ғой, 1000 вежливый деп па? Ассалаумағалейкум деп шығамыз ғой, үйге келген кезде басталады барлық нәрсе. Вот үйіндегілерінен сұра дейді. Неге? Өйткені сенің нағыз бауырларың біледі сенің кім екеніңді. И сен сол жерде ашыласың, шынайылығыңды көрсетесің, сенің түбегейлі асыл ниетіңді де сол жерде көрсетесің да. Сондықтан шынайы адамның бай болу деген себебі, ол бай болу деген ішіндегі халі. Мен ішімде бауырларым аман есен, осылар үшін өмір сүріп жатырмын, амал жасап жатырмын, қолымнан келген істеп жатырмын деген бір жүректегі тыныштық, сол байлық, сол үлкен байлық. И сол байлық бағанағы Сабираның айтып жатқан қарасаңыздаршы, бұл жерде мынандай үлкен бір связь бар. Сол байлық Сабираның дүниесінде болғаннан кейін, әкесімен қарым-қатынас, бауырлармен қарым-қатынас болғаннан кейін, да, проблема болады в любом случае. Но основной бағанағыдай мен бауырым деп қабылдап, ешнай соларға махаббат білдіргеннен кейін, жұмысы да жеңіл жүріп жатыр да. И отбасыларға кіру, жаңа әулетке келу процесі де жеңіл жүріп жатыр. Ол айтады ғой, сен Аллах мейірімді, Аллах әділ. Сен өзің қандай болатын болсаң, саған сондай адам жолығады. Сабираның өзі осындай болғаннан кейін, оған да осындай отбасы жолықты да. То есть енді бұл жерде дұрыс қабылдау керек бұл қағиданы. Жалпы один в один под копирку жолықпайды. Ниетке байланысты жолығады да. То есть да, это разные семьи могут быть. Бір-бірін тәрбиелеу үшін жолыға ма сонда? Иә. То есть кездескен кезде бір-бірін толықтау үшін жолығады. Аллах Құранда айтады, өйткені мен сендердің әйелдеріңді, сендердің супруг, ваших супруг дейді. Бұл жерде әйелдеріңді, күйеулеріңді сендердің жартыларыңнан жараттым, сендердің нәпсілеріңнен жараттым дейді. Екеуіңді бір нәрседен жараттым дейді. Сонда күйеу мен әйел негізі екеуі бір адамның болмысы бір-бірін толықтыруға келген. И бір-бірімен жарысатын болса, онда сол жерде қиыншылық басталады. Сонда туыстық қарым-қатынастың ішінде өте үлкен бір береке жатыр. Туыстық қарым-қатынасты сақтап қалу, біздің жалпы ата-бабаларымыздың ғана көрісу деген, наурыз деген тойлардың барлығы осы туыстық қарым-қатынасты нығайту үшін, сақтап қалу үшін арналған нәрселер. Енді қараңыздар,
қазіргі заманда ең өзекті проблема бізді туыстардан айыру. Қарап отыратын болсаң, қазір Инстаграмда что самое популярное, что самое интересное. Сөзің аузыңда. Аха. Мына нәрсені айтып кетейін, а то мынау тема жабылып қалады да. Қазір жаңа айтып қойып бара жатырмыз деп. Мына нәрсе бар. Барлығымызда туыс бар ғой енді. Туыстардың арасында обязательно бір андай адам болады. Сұм адам болады ше. Сұм адам, оны тәрбиелей алмайсың сен. Иә. Оны түсіндірсең де жетпейді оған. Ол бәрібір өзінің позициясында отырады, андай жоқ деп. Ондай адамдарға не обижайся, держи дистанцию деген бар. То есть не надо пытаться реніш арқылы оны наказать, там, араласпай қою, бүйтіп көзіңнің ауасымен қарау деген қателік та. Ол сен үшін проигрышный вариант. Сен үшін беспроигрышный вариант, ол дистанцияны ұстау. Так, сен білдің, ол бәрібір сұм, мен оны өзгерте алмаймын. Держим дистанцию от него. Все, болды, өмірің проблема жоқ та, ренжіп оған. Вообще реніш деген жаман нәрсе ғой. Кімге де болсын ренжімеу керек. Если саған адам ұнамайды, ты понимаешь, что этот человек не понимает тебя, значит, держи дистанцию. Все. Келесіде сен онымен қатты араласпа. Жай сәлем жақсысыңдар ма, амансыңдар ма, болды. Все, на этом разговор заканчивается. Сондай болу керек. Сол нәрсені түсіндім. И сол үшін сол кезде менде туыстарыма да андай претензия болған жоқ. Туй, анау дегенше ондай болған жоқ менде. Бәріне бірдей қарай бастадым. Вот все для меня они одинаковые начали казаться. Вот, все, бітірдім. Жалғастыра бер. Машалла. Даже егер мысалы үшін былай қарайтын болсаңыздар да, әлемдегі бай адамдардың барлығы ол әулеттер. Рокфеллерлер, Ротшильдтер деп келеді ғой, Трамптардың әулеті, Масктардың әулеті деп ше. Біздің қазақтарда да әулетпен жүреді. Аттарын атамай қойық, бірақ білеміз барлығы әулеттермен жүреді. Неге? Өйткені әулет нығайған сайын, бауырлар бір-бірімен қосылған сайын, ол дүниесі де, берекесі де, ол нәрсенің несі де өсе береді. Жалпы үйдің берекесі өседі ол жерде. Енді соның барлығы Алланың жолында қосылып, Алланы құрметтеп, Аллаға құлшылығы ретінде сөйтіп қосылатын болса, өзінің дүниесіндегі, жүрегіндегі тыныштығы пайда болады адамның. Мен Алланың разылығы үшін туысымды қабылдадым, мен Алланың разылығы үшін туысыма уайымдаймын деген ойды қабылдасаң, сенің өміріңде жалпы дүниең басқаша ашыла бастайды. Машалла, керемет. Қазіргі тренд болып атқан нәрсе, егер Инстаграмға, ТикТокқа кіретін болсаңдар, я не знаю, как это происходит, но жалпы қазіргі өте тренд болып атқан нәрсе, адамды туысынан айыру, адамды бауырынан айыру болып жатыр. Ты сам для себя самый главный, ничье мнение для тебя не важен деген қағидалар шығып жатыр. Жалпы енді қазір үлкен психологияда неде болып жатқан нәрселер. Бұл сразу айта салайын, бұл сіздердің түп саналарыңызды сындыруға арналған идея негізі. Бұны адамдар мен сені түп санаңды сындырайын деп жасалынып жатқан жоқ, бірақ негізгі сама идея адам түп санасын сындырады. Неге? Өйткені сен туысыңнан, бауырыңнан ажыраған кезде сен дүбәра боласың. Тіліңнен ажыраған кезде сен дүбәра боласың. Мысалы үшін өз тіліңді білмесең, сен дүбәра боласың. Сенде бәрібір қанша жерден адамның болмысын, адамның ділін тіл шығарады. Менің болмысым қазақ деген кезде сен қазақ тілің болмаса, сен қазақ емессің, дүбәралы боласың. Сондықтан қазақ тілі адам ділін шығарған сияқты, адамның туыспен қарым-қатынастығы адамның болмысын шығарады. Тура сол сияқты жалпы адамға, бағана Сабир айтып отыр ғой, мысалы үшін адамға ренжу деген нәрселердің барлығы ол болатын нәрсе. Қазір сіздердің отбасыларыңызда бір қиыншылықтар болып жатса, ол болатын нәрсе, ол бәрінде бар. Бірақ сіздер оны Алладан маған келген, бұны мен таңдаған жоқ, мен қателесе аламын, мен адаммын. Өйткені менде бір мен қателесуге жаратылыспын да, мен жалпы қателесу арқылы мен өнем осы дүниеде. Бірақ Аллах қателеспейді. Аллах қателеспей маған осы туыстарды таңдап бергені, ол маған үлкен береке, үлкен нығмет деп қабылдау керек. Именно осы туыс, именно мақсат, именно осы Нұрлан, именно осы Сәуле менің туыстарым болу керек деп, мен соны сол қағида ретінде қабылдауым керек, және Аллахтың мейірімі ретінде қабылдауым керек, нығмет ретінде қабылдауым керек. Біздің басты проблема, мен барлық адамдарды өзімнің образыма, өзімнің тип мышлениема подстраивать еткім келеді. Мен ойлағандай болғанын қалаймын. Я хочу, чтобы типа там Майра была такой. Я хочу, чтобы мой брат звонил мне вот именно в такие времена, он помогал мне вот так. Я хочу, чтобы мне сестра давала столько-то денег. Вообще, с чего ты это хочешь? Сам делай это все, если ты хочешь. Мысалы үшін мен өзім қалаған нәрсемді тек қана өзім істей аламын. Бірақ мен біреуге істете алмаймын ол нәрсені. Тура сол сияқты жалпы туыстық қарым-қатынаста ешкімнен ештеңе күтпе, ешқашан күтпе, өзіңнен береріңді бер максимально. И оны Алланың нығметі деп қабылдаңдар да, и туыстық қарым-қатынасқа ешқандай сәтте бір андай сомнение, нәжуа дейді ғой араб тілінде, ол нәжуа деген ана шайтанды кіргізбеңдер, короче, ол араға.
араға шайтан кіретін болса, сендердің өздерің жеке өмірлеріңде быт болады. Сендердің өздерің жеке өмірлеріңде быт болады, және ертең сендерден құралатын әулетте быт болады. Сол нәрсені прям ойларыңда сақтап, жүректеріңде сақтап жүріңдер. Туы сол Алланың берген нығметі. Вот. Өте дұрыс, бәрекелді Иә. деп сөйтсең. Қосылам, толықтай қосарым жоқ деп сөйтсең. Бірақ мен мына нәрсені айтқым келіп тұр. Қазір тиктокта мен көрдім да соңғы уақытта. Қатты мені таңғалдырған нәрсе, көп адамды шатастырып, шын сен айтқанда миын сындырып жатқан нәрсе болып жатыр да. Мынандай тренд болыпты. Оны әйелі WhatsApp'та күйеуіне жазады: расставь приоритеты. Там я, твоя мама, твои дети. Расставь, типа, орын-орнына қой. Первое, там, второе, третье деп. Там и күйеуі жазады: первое это ты, вторая мама, там, потом дети. Соны андай гордостьпен салып жатыр да. Андай вот так должно быть деген сияқты. Вот видите, настоящий мужчина деп. И комментарияларға кірсем, то же самое деп. Вот, где ты нашла такого мужа? Скажите мне, где вы находите таких мужей? Деген сондай. То есть андай мынандай сұрақ қоймайсыздар ма деп ойлаймын да мен сол кезде. Мама и жена, это же келмейді ғой, вообще бір-біріне салыстыруға келмейтін. Және де келмейді. Екі бөлек әлем, сен үшін екі бөлек әлем. Ты не можешь выбери маму или папу десе, сен не можешь же выбрать, ты их любишь. Екеуін де жақсы көресің, сен қиналасың оны. Выбери сына или дочку выберешь десе саған. Это нереально. Выбрать нереально. Ол априори дұрыс емес нәрсе да. Сол сияқты әйелің мен мамаңның арасына таңдатқызу, өзіңді және ер адамыңа таңдатқызып қою, таңда мен немесе мамаң деген қате болып көрдім мен оны. Өйткені маманың рөлі ол мама, сен әйелсің. Сенің рөлің басқа, маманың рөлі басқа бұл жерде. И никак ондай сұрақ қойылмау керек деп ойлаймын. Выбери либо мама, либо я деген все деп ойлаймын, уже конец отношениям деп ойлаймын. Қате. Мен білем, неге ондай сұрақтар кейде қойылады отбасында. Өйткені, когда уже мамасы лезет в семью, уже все, уже әйел амалсыздан уже айтады: болмайды, сен либо расставь все как есть, түсіндір мамаңа, либо уже отбасы болмай жатыр деген кезде другой момент. Но и то, представь, ты можешь выбрать маму или жену десе сен, как для тебя же трудно это. Қиын ғой ол әйеліңді сен үшін екі главный әйел ғой өміріңдегі. Ең маңызды мамаң и әйелің өмір бақи сенімен болады ары қарай. А мамаң осы уақытқа дейін сен жеткізді, дүниеге алып келді, тәрбие берді. То есть несравнимый нәрседе екі бөлек планетаны салыстыру қалайша деп мен қатты таңғалдым. Өйткені менің арым бармаушы еді еріме выбирай либо меня, либо свою маму деп айтуға. Өйткені мен, значит, я не люблю, значит, его, получается. Если мен оны үйтіп қинап қойсам, получается. Дұрыс па? Өйткені менің миыма сыймады сол информация. Как так деп? Ты разве можешь выбрать маму или папу десе, ты сможешь выбрать? Ты не сможешь выбрать. Если екеуі өміріңде дұрыс рөлі атқарған болса. Я не говорю о том, что твой папа там когда-то тебя там бил, гнобил, кетіп қалды басқа елге. Это другое. Но именно вот стандартная такая хорошая семья, дұрыс модель, семьяның моделінде ана да әке де өз рөлін біледі. Таңда десе саған. Таңдай алмайсың. Сол сияқты бұл жерде таңдау болмау керек. Ер адам негізі ситуацияда екеуін де таңдайды. Бірақ екеуімен де келісе білу керек болды. Әйеліңді бірақ араластырма болды. Сөйтіп ойлаймын мен. Аузыңды таңдайсың ба, мұрныңды таңдайсың ба деген сияқты сұрақ қой ол. Иә, ол қате сұрақ деп ойлаймын. Сол үшін просто менің ойлайтыным, жарайды 30-35-ке келген әйелдер өздерінің уже устойлары бар, оларды өзгерту сәл қиындау болатын шығар. Бірақ 18-20 уже үлкен өмірге өтіп келе жатқан қыздар ана трендті көріп алады да, значит, так и будет, значит, я для мужа должна быть самой главной женщиной в мире деген ой келеді да. Да, ты жена, ты будешь для него важной, там, особой, саған ерекше қарау керек. Бірақ мамасын ол, это не значит, что ол мамасын деу керек деген сөз емес қой, ол сол нәрсені түсіну керек деп ойлаймын. Просто көп трендтер қатты улап жатыр да,
мыйларым қыздардыңшы. И мен ойлаймын, стоп, остановить это деп айқайлай алмайсың уже. Қазір мен бір нәрсе десем, все, ты, Сабира, говно, ты против женщин дейді сразу. А я этого не хочу, мен өйткені өзім әйелмін ғой. Мен әйелдердің жан айқайын естимін, білем, түсінем. Сол жан айқайы арқылы көп адам шатастырып жіберіп жатқан сияқты. Просто түсіндірген кезде де дұрыс жеткізе білу маңызды, үлкен жауапкершілікті алады. Когда мы говорим на большую аудиторию, а, ребята, вы когда в ТикТок что-то публикуете, это вы говорите на большую аудиторию. И это такая ответственность для тебя. То есть, жаңағы ертең даже может спрос будет с тебя. Мысалы, ол видеоны көреді да кішкентай қыз. Бұлай болу керек екен ғой дейді да, ертең мен күйеуімнен этого буду требовать деп бір отбасы ойран болып қалса, мысалы, бәлкім это будет толчком для этого. Сол нәрсені естен шығармау керек. Когда ты что-то говоришь на аудиторию, имей в виду, что ты несешь огромную ответственность. Потому что біздер камераның ар жағында отырып сөйлеп отқан кезде екі адам көріп жатыр деп представлять етесің ғой, а на самом деле там какая масса сидит, и әркімнің восприятиясы әртүрлі. Кто-то под себя подстроит, поймет, что-то нужное возьмет. Так, мынаның айтып тұрған дұрыс, бірақ мына жерде мен бүйтіп істеймін деп өзі үшін может рассудит. А есть люди глупенькие, которые абсолютно түсінеді да сені. Сейчас я пойду убью его маму деп ше. Сондай болуы мүмкін, понимаете? Құдай сақтасын. Сол үшін дұрыс жеткізе білу керек ойды, трендтеріңді да дұрыстап жеткізіңдер ей десең. Иә, машалла. Иә, өте маңызды нәрсе. Просто қазір мен ана жүрегім ауыратын нәрсе. Біздің басты адамды адам қылып ұстап тұрған нәрселердің барлығын жоққа шығарып жатқан нәрсе. Мен сәл андай бір. Енді бұл жерде сен психология форматымен қараған кезде ты понимаешь, что эта игра происходит не просто так екен. Түсініп тұрсың да, сен ол нәрсе адамның адами қағидадан айыру екенін көріп тұрсың да, бағанағыдай туыстық қарым-қатынас, әйел мен ананы бір-біріне қарсы қою деген нәрсе. Ол қарсы бола алмайды ол екеуі. Ол екеуі сен үшін ең маңызды адамдар. Для меня стресс ондай нәрселердің барлығы жоқ жерден проблема шығармайықшы деген ой сияқты келеді да ол маған ше. Қазір мына жерде анау моментті кесіп алып бізді жау народа қылып шығарып жіберетін шығар. Бірақ түпкі ниетті түсінсе екен деймін да адамдар. Әйел адамның рөлі бөлек, ер адамда ананың рөлі бөлек. Ер адам бұл жерде сәл ақылды болу керек. Маманың да көңілін қалдырмауға тырысып, әйелің де бабын тауып бүйтіп сөйту керек. Әйелің де көңілін қалдырмау. Нельзя обесценивать слова жены, при этом мамам айтты, все, мне на тебе. Болмайды при этом. Так не должно быть. Сен и әйеліңді да должен, получается, чтобы она была довольна, но имеется в виду, ләззатын өзінің, получается, сөзінен, айтқан ісінен алды, при этом мамаңды да ренжітпедің. Сондай болу керек деп ойлаймын. Ол біздің жалпы, ол біздің діни қағида үлкен. Сендердің араларыңдағы ең жақсыларың дейді, әйелдеріңе мейірім көрсеткендерің дейді. Ол болды, ол Аллах айтты ма, ол нәрсе обсуждация етілмейді. Әйелге мейірім көрсетілу деген нәрсе, әйелдің басты 3 потребности бар. Любой әйелдің 3 потребности бар. Ол біріншіден физические потребностьтер. Ол еда, вода, там, жыныстық қатынас деген сияқты, бала деген сияқты бірінші потребность база, бәрінде бар. Ол адамда болсын, малда болсын, ол потребность бәрінде бар. Екінші потребность ол безопасность. Женщина всегда нуждается в безопасности. Мужчина должен обеспечить моральную, духовную, физическую, финансовую безопасность женщине своей должен обеспечить. Это не значит, что әйел жұмыс істемеу керек, үйде отыру керек деген нәрсе емес. Бірақ әйел адам всегда еріне өзінің бүйтіп бір арқа сүйе алатындай болу керек. Қандай сұрақта болса да, менде бағана Сабира айтып отыр ғой, менде алмаз бар, если что дейтіндей болу керек та. Короче, сол кезде сол сенімді бере алу керек. Бұл еркектің қауама деген қасиетінен шығатын бір үлкен бір қағидалардың барлығы. Үшіншісі ол махаббат. Ер адам, менің ойымша емес, бұл қағида болып келген нәрсе, ер адам өзінің әйеліне үлкен махаббат беру керек. То есть, махаббат деген нәрсені біз түсінетін болсақ, бұл жерде әйел адам сенің қасыңда өзін әдемі сезіну керек, өзін бақытты сезіну керек, және өзін максималды түрде әйел сезіну керек. Осы нәрсені махаббат деп атайды негізі. Осы 3 нәрсені жауып отыру керек ер адам өзінің әйеліне. А бұл колоссальный жұмыс. Бұл нәрсе оңай нәрсе емес. Жұмыс негізі бүйтіп айта саласың, шеуін жауып тастаса болды, нормально болады. Бұл бір әжептәуір жұмыс негізі ер адамға. Енді анаңа үф деуге болмайды, мысал үшін да. То есть ты должен жонглировать. Сол үшін бағанағы Сабираның айтып отқан нәрсесі өте маңызды нәрсе. Ер адам. Подстраивайся. Конечно. Ол сенің таңдадың ба?
бұл еркек болам деп ой, еркек болам деп қой, әйел таңдадың ба, болды, ты полностью должен Берешь обеспечить ее. ответственность за Да, неё. за нее ответственность 100% берешь. То есть полностью обеспечивать не только в материальном плане ақша бердің, болды сен ары қарай құл болды емес. Әйел сен құлың емес. Әйел сенің жарың. Ол ертең сенімен бірге жәннатта болатын, жәннатта сенің ләззатыңды артатын, сенің қасыңда болатын, екі дүниеде де бірге болатын адам әйел ғана ғой. Мысал үшін. Ол нәрсеге біз андай салғырт қарауға болмайды да, ол сұраққа ше. И ана ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп сұрайды бір сахаба. Я Расулалла дейді, адамның өміріндегі ең маңызды адам кім дейді? Анаң дейді. Одан кейінше дейді, анаң дейді. Одан кейінше дейді, анаң дейді. Одан кейінше дейді, әкең дейді. Анаға деген сенің құрметің сондай болу керек. Анаға үфтеп айтуға болмайды, әке шешеге үфтеп айтуға болмайды. Егер өзінің ата-анасын ренжіткен адам болатын болса, ол адамның ешқандай ғибадаты қабыл болмайды дейді. Сондықтан енді ата-ананы ренжітпеу деген нәрсе бағанағыдай екі жақтың да көңілін алып жүру ғой. Негізі екі жақтың да көңілін алып жүру ол определенный бір жұмыс болғанымен, бірақ сен оны көтере аласың. Негізі бар ғой, байқайсыздар ма, қазіргі ер адамдар наоборот тастап тастайды. Өзің шешіп ал деп ше, әйеліне. Сонда әйел наоборот деп екі ортада қиын болып қалады да. Негізі еркек шешу керек. Негізі бұл еркек болмысы да, иә. Мамаңыз бен әйеліңіз келіспей жатыр ма? Вы должны решить этот вопрос. То есть не так, что типа әйеліңмен бір бөлек шешу керексің ол сұрақты, анаңмен бір бөлек шешу керексің ол сұрақты. Не как үшеуміз отырамыз, қазір шешеміз емес, олай емес. Сен абиттің, ондай емес па? Сенікі қате деген олай емес. Вот мудро сен бірінші әйеліңе айтасың, түсіндіресің, жаным, күнім, так былай болайық, давай былай істейік, енді ол мынадай деп барып анаңа барып, я мама, все деген сияқты, в общем, екі жақтың да разылығын алу арқылы деп ойлаймын. Дұрыс айттым ба? Өте, машалла. Енді қараңыздар, бұл жерде тағы да бір қосып өтетін дүние, ол анаң мен әйелің по факту егер сен болмайтын болсаң, ол екеуі бір-біріне дым қатысы жоқ адамдар ғой. Негізі бір-біріне керек емес адам. Танымайды ғой енді екеуі вообще туыстыққа жоқ. Туыстық болмайды, туыста болмайтындай сен болмасаң. Олар, ол сен қызың болмайды, ол сен бөтен адамдар бір-біріне. Сол үшін ортада сен по-любому боласың. Біз қадалдық, короче, бұл сұрақта в любом случае ортада болуға. Негізі бүкіл сұрақ күйеуге болу керек бұл жерде. Әйелің мамаңмен сыйыспай жатыр ма? Вопрос к тебе. Значит, ты должен решить этот вопрос. Ты должен вообще конфликтті исчерпать. Это твоя обязанность негізі. Конфликт шешіп тастау сенің міндетің ғой негізі. А бізде ол міндетті араластырма мені дейді ғой. Негізі ер адамдар көбісі. Мен араласпаймын мен қатындардың әңгімесіне дейтін ше. Ол мен ойлаймын қате деп. Өйткені екі әйел есі уже басталса, екеуміз мудро шешейікші деген болмайды ау деймін уже. Ну на тебе же конфликт происходит, конечно, ты будешь участвовать в этом. Қатындардың әңгімесі ма, көбісі жауапкершілік сезінбейді ғой. Солай деп болды, машалла. Сосын мен білем комментарияда қазір жазатындар болады. Мынау екеуі жап-жас болып өмірді көрген ұқсап немене ақыл үйретіп отыр деп. Ақыл жастан деген бар деп. Ақыл жастан. Біз өзіміздің ақылымызды айтып жатқан. Өзіміздің опытымыз, өмірде болған бір опыт, өмірде болған бір қағидаларды айтып жатырмыз. Қалайтын алатын адам алады өзіне керектігін. Алмайтын тыңдамаймын дейтін адамдар тыңдамайды. Енді өзінің өмірінде басқа ұстанымдар болса, пожалуйстаңыз деп. Төребек ұстасты қараңыз сонда десе. Машалла. Енді қайтадан бір бизнес саласына бір түсінкіп кетейік. Какие у тебя взаимоотношения с командой? То есть как очень важный момент бизнесте жалпы өте маңызды нәрсе корпоративная культура деген нәрсе бар. Сен енді білем, өзің абысыңмен істейсің, это ол сенің помощнигің. Ол блогерлік салада. Ол солай десем болады. Блогерлік салада ол сен помощнигің, помощник деуге келмейді, организационный оңғол десе. Оңғол, зам. Өте маңызды нәрселерді атқарады негізі Мадина. Өйткені осы моментте отметить хочу. Мадинаны мен Құдайдың сыйлығы деп білемін. Абысыным көздеріңіз тиіп кетпесінші десең. Өйткені білмеймін, ол болмаса қалай болар еді деп ойлаймыншы мен. Жалғыздан жалғыз қалай болып қалады нем деп ойлаймыншы. Өйткені өте жауапкершілігі жоғары, любой нәрсені до конца бүйтіп істемесе, сондай адамдар болады өзі андай. Четко жасайды бәрін. Ответственность былай выше крыши.
сондай ұнайды маған. Жұмысы тыңғылықты, өте ұқыпты жасайды. Ұқыпты жасаған соншалықты сен мазаңды алып жүреді ше. Сабира анау қара деп ше андай. Фуй, өзің істеші уже деп сөйтесің. Сондай до такой степени бәрін идеальный болған қалап сөйтеді. Дотошный, өте дотошный. И жұмысым жеңілдеп қалды сол адамды мен алғалы. Сол үшін мен ойланамын да, Аллаға мың да бір шүкір соны бергені маған осындай адам бергеніңе Аллаға мың да бір шүкір деймін. В лице абысынки, подружки, оң қолым, любой организационный момент, сөйлесе білуі, коммуникабельность бәрін беріп қойған. Я говорю, Құдайға шүкір деймін. Машалла. Енді сұрақ мынандай. Красавчик деп қойды. Корпоративная культура, да? Бұл жерде сен бизнесте қандай рөлді атқарасың? То есть ты кто в этом бизнесе? Бұл бизнесте мен өзім изначально мынандай позицияны алдым. Жерде Алмас та бар ғой? Бар ғой, Алмасқа айттым, Алмас, ішкі операционкасына мен кірмеймін, өзің араласасың, миым қатпайды енді, бұдан былай. Мен только брендімді продвигать етем, қараймын сырттай, қандай отзывтар айтып жатыр адамдар, отзывтар арқылы сіздерге айтам, так, ребята, почему плохой отзыв, деп, и вы работаете над этим. Я не лезу туда, и мен өзім сөз бердім, командама сөз бердім, я не буду лезть к вам, сделайте так, нет, сделайте так, деп, мен өзімнің ақылымды сіздерге салмаймын, бәрін сіздерге сендім деп, мен әр адамның жұмысын өзіне сеніп тапсырдым. Өзімнің міндетім брендімді продвигать ету, брендімді таныту елге қолымнан келгенше, ұсыну болды сол. Амбассадор своего бизнеса. Сол маған айтады, сен амбассадорсың ба? Сондай, жоқ, амбассадор емеспін. Просто сондай нелерді выполнять етіп жүрмін, өйткені барлық қиын жұмысты Алмасқа беріп тастадым дедім. Алмас өзі айналсын бүкіл қиын жұмыспен, мен әйелмін дедім. Мен әйелмін деп қойды. Машалла, онда осы амбассадорлық жақтан сұрақ. Қазіргі жалпы жаңадан бизнес бастап атқан адамдарға беретін бір үш, наверное, бір бағытың, бір совет демей қойып, бір бағыт болсын, үш бағыт. С чем человек столкнется именно в рекламном рынке? В рекламном рынке? Ну да, типа в продвижении бренда, с чем человек столкнется, и как ему это обойти. Ну, то есть ошибки, в принципе, у всех одни и те же. Да. Осы сұрақ. Адамдарды маркетингпен алдай алмайсың қазір. Мен түсінген нәрсем. Маркетингке алданбайды адамдар қазір. Ты либо даешь качественный продукт с хорошей ценой, чтобы она была приемлемая для людей, но при этом качество, чтобы она была хорошая. Соны ұсынып, бірінші партияда, бірінші этапта сен қолына жеткізіп алсаң, миссия сол болу керек. Ары қарай уже, егер сен продуктыңа сенімді болсаң, клиент сенен кетпейді. Бұл бірінші қағида. Маркетингпен алып шығамыз деген өте қате тұжырым. Типа продукт некачественный, маркетинг болса болды деген тұжырым ба? Ол өте временный момент. Бәлкім сен біріншіден бір жақсы курс шығаратын шығарсың, бірақ ол тез өліп қалады. Екінші момент, будьте готовы к тому, что вы очень много будете вкладывать на именно продвижение этого продукта. Потому что адам көп, продукт көп, ол продукт саған адам, есть люди, которые даже не знают, у тебя что, есть бренд свой? Дейтін адамдар былай әлі. Представляете? Хотя мен айғайлап жатырмын уже, менде Сабико бар деп. Әлі естімеген адамдар бар. Мен соларға должна дойти әлі. Жұмыс көп сол үшін. Менің аудиториям мысалы аз емес қой. Сонда да қарап тұрсаңыздар, қаншама адам әлі білмейді менің брендім туралы. Сол үшін жұмыс көп, және ақша көп кетеді маркетингқа, будьте готовы к этому. Және такой момент, придумайте что-то свое. Копировать сейчас не модно, и сейчас копировать невыгодно. Невыгодно. Дорого выходит, поэтому придумайте что-то свое, наймите опытного человека, это очень важно, который разбирается в маркетинге, как правильно продавать, как правильно, очень важно. Прям ақшаңызды аямаңыз ол адамға. Вот продвижение продуктымен заниматься ететін адамнан ақшаңызды аямаңыз. Машалла. Керемет. Сұрақ. Көп бизнесмендердің проблемасы осы. Мықты қылып, качественный продукт істеп алады да? Ресторан ашады, барлығандай.
мануфактурасын жасап, мрамор кеп Италиядан ше. Действительно качественный продукт алып келип, бірақ не Бірақ продавать. рекламаға 500 теңге салып отырады да, вот. Сол. Мысал үшін, вот. И ол өлшеді. И вот здесь, мысал үшін, Сабира сіздерге үлкен қағида айтып отыр бизнесмендерге. Пожалуйста, 50%, 40% минимум должно уходить на продвижение из выручки, из оборота. Это всегда так происходит в растущих компаниях. У тебя сколько уходит из выручки, из оборота? В процентном соотношении, денег, не в цифрах. Наверное, вот 40-50, может, даже. Да. 50-ға бармай шығар, бірақ енді көп бөлігін біз жұмсап жатырмыз қазір. Машалла. Это при условии, что у Сабиры есть своя аудитория, есть узнаваемость, есть бренд ее лица, аты да бар, киноға да қанша түстің. При этом условии ты 50% вкладываешь. Машалла. Ал енді, Сабира, соңғы тоғытерде резюмеде бағанағыдай біздің көрермендерге айтар бір наверное, бір не болсын. 3 совет емес, 3 бір предложение болсын сенен. Насчет? В целом, просто. Өмір? Вот, осы тема бойынша, осы бізде болған тема бойынша, какие бы ты сейчас дала бы, знаешь, слова напутствия дейді ғой, адамдар қазір, мысал үшін, көріп жатқан адамдардың өмірінде бір қиыншылық болуы мүмкін, бір нәрсе болуы мүмкін, сол көріп жатыр, бір өзіне бір андай деп бір глоток воздуха іздеп отырған адамдар да. И соларға бір айтарыңды айтсаң, бір напутствие болатын болса, сен жақтан, иншалла, сонымен біз бағдарламамызды аяқтасақ. Біріншіден, ешкімге ренжіме. Ешкімге ренжіме. Өмірде вообще ешкім саған міндетті емес. Ешкім міндетті емес. Күйеуіңнен басқа. Деп қойды дейді. Негізі ата анаң да енді міндетті емес қазір. Одан кейін кез келген сынақтан неге олай болды, неге менде деген сұрақ қоймау керек. Қандай сабақ ала аламын мен деген сұрақ қою керек. Сол кезде мен ойлаймын, негізі кез келген сынақ ол сабақ қой. Бір сабақ алу үшін беріледі. Сол үшін пока ты этот сабақ не поймешь, мынау сабақты ұғынып алмайынша, мынау үшін берілген ғой маған деген сынақтың түп мақсатын түсінбесең, ана сынақ негізі үстінен тағы да келе береді, пока ты не поймешь это. Поэтому ищите в сынақе, деп қойды дейді, урок деп. Сынақтың ішінен сабақ іздеңіздер. Сабақты ұғынып алған кезде сынағыңыз бітеді деп ойлаймын мен. Менің өмірлік ұстанымым да солай. Енді бір Аллахтың қолында оның бәрі, естественно, оған ешкім қарсы шықпайды. Менің қағидам сондай өмірде. Сіздерге пайдасы тиіп жатса, мен бақытты болушым. Үшінші, кез келген дүниеге позитивпен қарау, жеңіл қарау. Мелочтан проблема жасайтын адамдар болады ғой. Блин, анау 10 мың теңге кетіп қалды деген ерунда да ол негізі, былай қарап тұрсаң. Жарайды, блин, анау сынып қалды, айнам сындырып кетті деп қатты проблема көретін адамдар бар. Негізі ерунда нәрсе, материальный нәрсе, мысалға кез келген нәрсеге жеңіл қарау керек. Сосын менің айта кететін нәрсем, бұл жерде мысал ретінде ғана келтіргім келеді. Тәуекел етіп үйреніңіздер. Тәуекел ету кайф. Тәуекел ету күшті позиция, ыңғайлы позиция, өміріңізді жеңілдететін позиция. Мына нәрсені айтқым келеді. Мысал өмірімде болған мынандай мысал. Мен аяғым 4-шісіне ауыр кезде біз аяқ астынан ремонт бастап кеттік ше. Мен сол ремонт 2 жыл бойы қаладым. Жасау керек. Реті болмады. Жолдасым да кейін деп жүрді. Бір жазда мен уже нас-насях жүрмін ғой. Бастап кетеміз ремонтты. Қалтамызда 8 миллион ақшамыз бар. 8 миллион жетеді деп 8 миллионға примерно рассчитать етеміз дейміз да. Бірақ примерно келіп санатамыз ғой енді ремонт жасайтын адамдарға. Ол санайды былай деп біраз ақша шықты. Қалтамызда 8 миллион. Тәуекел табылады деп жеңіл бастап кеттік. Кейін ремонт біткеннен кейін санасақ 25 миллион ақша жұмсадық. Сонда просто косметический ремонт. Андай бір үй салған жоқпыз жаңадан. Косметический ремонт жасадық. Только бүйтіп деген ремонт жасадықшы сондағы. Соған 25 миллион ақша кетті. 8 миллион бір айда анау ақша қайдан келгенін білмейміз біз екеуміз. Қарызға кірген жоқпыз бірақ. Біреуден кредит алған жоқпыз. Алмас екеуміз отырып бүйтіп дедік қой, қалай біз ақшаң қаяқтан келді бізге дейміз ғой. Вот, тәуекелдің негізгі несі, көрінісі,
тәуекелдің көрінісі осы екен ғой. Сен тәуекел еттің, тырмысып бір нәрсесін жасадың, Аллах тағала берді саған. Қайдан бергенін өзің білмей қалдың, байқамай қалдың. Даже непонятно болып қалды. Сол кезде біз түсіндік, насколько вот важно чувствовать тәуекел. Тәуекел Аллах береді. Біз тыпырлап істейік қолымыздан келетін, қалғанын Аллах беріп жібереді деген өте маңызды нәрсе. Поэтому кез келген нәрсеге тәуекелмен бастасаңыз, все будет чики-буки. Машалла. Ал рахмет. Бисмилля. Аяқтайық. Рахмет. Сау болыңыздар.